Сәлем бәріңізге, сіздермен бүгінгі рецептіміз сырник дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керек ұнымыз, сүзбеміз, 2 жұмыртқамыз, және де жарты қасық ас тұзымыз және қант. Достар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі рецепт шыққанда сіздерге міндетті түрде көрінетін болады. Ең алдымен қантымызды салып аламыз сүзбемізге. Сүзбені сырник жасауда сүзбені таңдау өте маңызды болып есептеледі. Не үшін? Себебі сүзбенің өте кебіртекте болмау керек және құрамында сұйықтық, яғни көк суы өте көп болмау керек. Жұмыртқамызды қосамыз, сүзбемізді араластырамыз. Сүзбе бізде, егер сіздің сүзбеңіз азғантай ғана мөлшерде дайындалатын сырнигіңіз болса, онда сүзбеге мөлшерлеп сүзбеңізге 1 жұмыртқа да жарайды. Менде сүзбемін 400 грамм сүзбем болғандықтан 2 жұмыртқа қостық. Ұнымыз үлкен ас қасықпен 3 ас қасық қосып араластырып аламыз. Тақтайшамызға ұнды жаямыз да біртіндеп 1 үлкен ас қасықтың мөлшерімен сырнигімізді әуелі домалақ қылып, сосын сырниктің өзінің пішініне әкелеміз. Сырникті сіздермен бір күшті лайфхакпен бөліссем, сырникті осылай дайындап морозилкеге тақтайша пішіндес ыдысқа осылай салып қойып, қатырып, салафанға салып сақтап қойып, кез келген мезгілде пісіріп алуларыңызға болады. Мінекей арнайы қыздырылған майымызға осылай екі жағынан сырнигімізді пісіріп аламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.